Қайырлы күн. Барлығымыз білетіндей, кез келген қарым-қатынаста түсініспеушілік, жанжал мен реніш болуы мүмкін. Бұл өте ыңғайсыз жағдай, бірақ барлық жанжалдарды шешуге болады. Зорлық, зомбылық пен буллинг жағдайы мүлдем басқаша. Олар қасақана ренжіту, қорлау немесе қорқыту үшін жасалынады. Зорлық, зомбылыққа ұшыраған кезде қарым-қатынас орнатудың әдеттегі қарапайым әдістері көмектеспейді. Көптеген адамдар зорлық, зомбылықты адамды ұрып соғу, итеру, қолын қайыру, сілкеу деп санайды. Және физикалық зорлық, зомбылық белгілері дәл осылай көрінеді. Бірақ адамды қорлау, мазақ ету, бопсалау, қорқыту кезінде көрінетін психологиялық зорлық, зомбылық түрі де бар. Немесе ол адамдар елемейді, сөйлеспейді, бір-бірінің қасына отырмайды, кейде адамды қорлап, өзінің артықшылығын көрсету үшін тамақты, ақшаны немесе заттарды алып қояды. Мұндай зорлық, зомбылық экономикаға зиян келтіреді. Қалаусыз құшақтау мен жанасу, әдепсіз ұсыныстар мен қудалау да зорлық, зомбылыққа жатады. Басқалай айтқанда, кез келген адамның еркінен тыс жасалған жыныстық сипаттағы әрекеттер зорлық, зомбылық болып табылады. Барлық көрсетілген зорлық, зомбылық заңмен жазаланады. Оның ішінде ересектер тарапынан 16 жасқа толмаған адамдарға қатысты жасалған зорлық, зомбылық жағдайларын ерекше қатаң түрде жазалау қарастырылған. Көбінесе физикалық, психологиялық және жыныстық зорлық, зомбылық гендерлік стереотиптердің ықпалынан болады. Ондай стереотиптер ерлер мен әйелдер қандай болу керек? Олар қалай киіну керек және өзін қалай ұстау керектігі туралы идеялардан тұрады. Мінез құлқы, өмір салты, мүдделері мұндай түсініктерге сәйкес келмейтін адамдар мазақ етуге, қорлануға және тіпті физикалық зорлық, зомбылыққа ұшырауы мүмкін. Барлық адамдар осындай гендерлік зорлық, зомбылыққа тап болуы мүмкін. Бұл жағдайда ерлер де, әйелдер де зорлық, зомбылықтың бастамашылары болып, стереотиптердің әсерінен олар өздерінің немесе басқа жыныстың өкілдерін кемсіту және қорлауы мүмкін. Екі адам дауласқанда, ұрысқанда және бір-біріне тиіскенде бұл жанжал немесе төбелес болады. Бірақ бірнеше адам бірігіп, бір адамға қарсы шығып, оны үнемі мазақ ете бастағандағы қорлау ең жиіркенішті және лайықсыз мінез-құлық. Қорқыту немесе буллинг, физикалық зорлық, зомбылық, мысалы ұрып, соғу және заттарын алып қою, психологиялық зорлық, зомбылық ретінде мазақтау, қорлау немесе керісінше елемеу, қарым-қатынастан бас тарту сияқты әртүрлі жолдармен көрінуі мүмкін. Буллингтің мақсаты адамды қорлау және қорқыту. Жәбірлеуші көбінесе өздерінің әрекеттерін әзіл деп санайды. Немесе олар ренжіткен адамды кінәлайды. Олар өздерін және айналасындағыларды тек өздері жақсы және барлығын дұрыс істеп жатқандықтарына сендіруге тырысады. Ал олардан зардап шегіп отырғандар жаман, өздері кінәлі және басқалар сияқты емес. Бірақ барлығы сияқты емес деген нені білдіреді? Біз әрқайсымыз бір-бірімізге ұқсамаймыз. Біреуге оқу оңай болса, біреуге ол қиынға соғады. Біреуіміз толық болуымыз мүмкін, ал біреуі арық болады. Мұның бәрі маңызды емес. Адамды қудалауға, қорлауға деген ешқандай себеп жоқ. Ешкім қорлауға лайық емес және оны қудалағаны үшін жәбірлеушіден басқа ешкім кінәлі емес. Буллингтан кез келген адам сыртқы түріне, мінез құлқына немесе мінезіне қарамастан зардап шегетінін ұмытпайық. Буллинг жәбірленушінің басқаша болғанынан пайда болмайды. Керісінше, жәбір көрсетіп отырған арандатушылардың өздерінің күштері мен билігін көрсеткісі келетін мінез құлықтан пайда болып отыр. Егер оларды дереу тоқтатып, жазаға тартпаса, олар өздерінің жазасыз жүре беретіндерін ойлап, әрекеттерін бірнеше рет қайталауы мүмкін. Егер сыныпта немесе мектепте біреуді қорлап, ұрып жатса және ешкім арандатушыларды тоқтатпаса, бұл жағдай барлығына да дұрыс емес және жаман. Бүгін олар біреуді қорласа,
ертең ақ өздеріне жаңа жәбірленуші тауып алады. Нәтижесінде ол ортада ешкім өзін қауіпсіз сезіне алмауы мүмкін. Буллингті кім бастайтынын және неге екенін анықтауға тырысайық. Құқық бұзушының әрекеттерінің артында басқалардың мойындауына ие болу, көш басшы болу сияқты қалаулары тұрады. Құрметке, атаққа, барлығының назарына ие болудың басқа жолын таппай, өздерінің күші мен билігін көрсете отырып, басқаларды қорлап, ренжітеді. Сонымен қатар олар басқалардың қобалжуы мен сезімдеріне мән бермейді. Кейде жәбірлеуші өзінің қорлығы үшін басқаларға ашуланады, немесе отбасында не көретінін қайталайды. Ал кейде өзінің кинода, не болмаса қоршаған ортасындағы көмеріне ұқсағысы келіп, соның дұрыс емес іс-әрекеттерін қайталауы мүмкін. Басқаларды қорлау арқылы жәбірлеуші артықшылығын, күшін және жазасыздығын ешкім ештеңе демейді маған болады деген ұранмен көрсетуге тырысады. Бірақ көбінесе олардың тәкаппарлығы мен арсыздығының артында өзіне деген сенімсіздік және кез келген жолмен беделге ие болуға деген ұмтылыс жатыр. Буллинг және зорлық-зомбылықты көрсетушілер жалғыз әрекет етпейді. Әдетте олардың көшбасшының қасында болуды ұнататын жақтастары бар. Сондықтан олар сенімді сезініп, өздерін маңызды етіп көрсеткісі келеді. Әрине, жәбірлеуші әдетте жәбірленушіні де, оны қолдайтындарды да құрметтемейді. Буллингке араласу жиі қорқыныш тудырады. Адамдардың біреуді қорлап жатқандығын көру жағымсыз, жеркенішті болуы мүмкін. Келесі жәбірленуші болудан қорқып, олар буллингке араласпай үндемейді. Тіпті жәбірлеушілермен бірге күліп қалып кете береді. Зорлық-зомбылыққа куә болғандар немесе сыныптағы біреудің қорланып жатқанын білетін және оны дұрыс емес деп санайтындар не істеу керек? Үндемей, қол ұшын созбай кетіп қаласың ба? Әлде мұғалімге не болып жатқанын айту керек пе? Ал мүмкін жәбірленген адамға болысарсың. Осы жағдайлардың әр қайсысында оқиғалар қалай болып жатқанын елестетіп көрейік. Буллингтің куәгері үнсіз, ештеңе істемей отыр. Мүмкін жәбірлеуші жәбірленушіні қорлауды жалғастырып, алуған куә болып отырған адам зорлық-зомбылықты тоқтату үшін әрекетсіз, қол қусырып отырғанынан алаңдайтын болады. Ал егер буллинг куәгері бұл туралы мұғалімге айтса ше? Бәлкім мұғалім жәбірлеуші балаға ұрсып, жәбірленушіні енді тиіспейтінін айтар. Немесе өздері шешеді деп араласпай кете салады. Кейде мұғалім жігіттерді ажыратып, буллингті уақытша тоқтатар. Бірақ содан кейін жәбірлеушілер куәгерді мұғалімге айтып бергені үшін кінәлап, куәгерді келесі жәбірленушіге айналдыруы мүмкін. Егер куәгер жәбірленушіні жақтаса, не болуы мүмкін? Бәлкім жәбірлеуші жәбірленушінің соңынан ілеспей, зорлық, зомбылық, буллингті тоқтатады. Бірақ жәбірленуші мен куәгер арасында келесі түсініспеушіліктер пайда болуы мүмкін. Шындығында көптеген жағдайларда куәгердің араласуы зорлық-зомбылықты тоқтатуға көмектеседі. Әсіресе егер куәгер бір емес, бірнеше болған жағдайда. Жәбірленушіге араша түсу, буллингті тоқтату бұл құрметке лайық батыл әрекет. Дегенмен, басқа біреуге араша түсу туралы шешім қабылдағанда өз қауіпсіздігіңізді ұмытпау, жағдайды және өз күшіңізді дұрыс бағалау, онымен қоса сіздің өміріңізге және денсаулығыңызға қауіп төндіретін жағдайларға жол бермеу маңызды. Егер күштер тең болмаса, жәбірленушіні жалғыз қорғау, қорқынышты және кейде шынымен қауіпті болуы мүмкін. Ол жағдайда сіз достарыңызды, ересектерді көмекке шақырып, немесе мұғалімдерге, ата-аналарға айта аласыз. Көбінесе бұл жағдайдан шығудың ең тиімді жолы ересек адамнан көмек сұрау. Бұл жағдай адамдардың өмірі мен денсаулығына тығыз байланысты болғандықтан, ересектерден көмек сұрау ұят емес. Ең бастысы, елеп, жай өтіп кетпей, бей-жай қалмау. Неліктен буллингке қарсы тұру және зорлық-зомбылыққа бей-жай қарамау өте маңызды.
Өйткені өзге адамды кемсіту дұрыс емес екенін әр адам түсінуі қажет. Сонымен қатар біреуді қорлаған кезде адамдар өзін нашар сезініп, қауіпсіз екендіктерін жоққа шығарады. Адам әлсіздерді ренжіткен кезде айналасындағыларға қорлаудың негізінен оларға болатынын айтады. Бұл дегеніміз, кейінірек жәбірлеушіден де күштірек біреу пайда болып жатса, оның өзі де кейін буллингке ұшырауы мүмкін. Егер буллингтің куәгерлері оны тоқтату үшін ешқандай шара жасамаса, олар да зорлық-зомбылықтың ұйғарынды екендігімен келіседі. Қиын жағдайға тап болған және қолдау таппаған жәбірленуші бұған өздерін кінәлі деп санап, оларға төтеп беруге де тырыспайды. Егер олар айтқан дүниені жасаса, оларға келесіде тиіспейді деген үмітпен ақша, тамақ беруге келіседі. Бірақ мұның еш қайсысы жағдайды толығымен тоқтатып, шешуге көмектеспейді. Жағдай қайталанып, олар одан да бетер қорқып бастап, келесіде біреу көмекке келетініне сенбейтін халге жетеді. Бірақ үнсіздік пен қорқыныш тек буллингтің қайта жалғасуын нығайтады. Ренжігенде немесе жанжал тудыруға тырысқанда не істеу керек? Бұл кезде біз жағдайға қарай әрекет етуіміз керек. Кейде жәбірлеушінің сөзін елемеу және жанжалдың алдын алу жеткілікті. Естеріңізде болсын, бұл мінез құлық қорқақтықты білдірмейді. Керісінше, жанжалға араласпау үшін ерік жігер қажет. Өйткені жәбірленуші сіздің ашуға бой алдырғаныңызды көріп, әсер алады. Оның қалауы да осы. Егер сіз арандатушылыққа берілмей, мән бермеуді үйреніп, өз қауіпсіздігіңізді бірінші орынға қойсаңыз, олар ерте ме, кеш пе сізге қолдарын сілтеп кете барады. Бұл жағдайда ауыр тиетін сөздерді жүрекке жақын қабылдамау маңызды. Сізге бағытталып айтылған жаман сөздер сіз туралы емес. Ол жай ғана жәбірлеушінің ашуы мен дөрекілігінің көрсеткіші. Және оның басқаларға тіл тигізу арқылы арзан танымалдылыққа қол жеткізуге тырысқаны қолынан жақсы істердің келмеуінің дәлелі. Егер жағдай жай ғана үндемеуге және кетуге мүмкіндік бермесе, әзілді қолдануға болады. Олар сізге «Не киіп алғансың? Қорадан тауып алдым ба?» десе, сіз «Иә, қазір осылай киіну сәнде екенін білмедіңіз бе?» деп стандартты емес жауап беріп, жәбірлеушіні таң қалдыра аласыз. Ең бастысы сабырлы және сенімді сөйлеу. Сізді қорлап тұрған сөздерге жауап ретінде кейде бірден жауап қайтарып, жұдырықтасқыңыз келіп тұрады. Ал жәбірлеуші тек күш қолдануды күтіп, сіздің ашуға бой бергеніңізді күтіп тұрады. Сондықтан эмоцияны тыйып, төбелеске араласпаған дұрыс. Жұдырықтың күшін емес, рухыңыздың күшін көрсеткеніңіз абзал. Жанжалды сабырлы және сенімді түрде тоқтатуға тырысыңыз. Өз бетімен бұл жағдайда жеңе алмайтын кездерде бар. Араша түсіп, жәбірлеушіні тоқтата алатын достарыңызға, үлкен ағаларыңызға, немесе әпкелеріңізге хабарласа аласыз. Егер олар жоқ болса, ең дұрысы сенім артуға болатын. Ата-аналар, мұғалім немесе басқа адамдарға ересектердің көмегіне жүгінуге болады. Біз өмір мен денсаулыққа қауіпті зорлық-зомбылық пен буллинг жайлы айтып отырмыз. Сондықтан көмек сұрау ұят емес. Бірыңғай сенім телефоны 111 арқылы нөмерге хабарласып, болып жатқан жағдай туралы айтуыңызға болады. Психологтар сізді тыңдап, не істеу керектігін айтады. Бұл сенім телефоны ең бастысы тәулік бойы жұмыс істейді және ақысыз. Жәбірлеуші сізді қорқытып, біреуге айтсан, біз сені өлтіреміз деп айтатын кездері болады. Қорықпаңыз, шындығында олар қорғансыз және әлсіздердің алдында ғана батыл болып көрінгісі келеді. Егер ата-аналар немесе мұғалімдер жәбірлеушілерге қатаң ескерту жеткіліксіз деп шешсе, олардың ата-аналарымен сөйлесіп, полицияға хабарласа алады. Егер оны дереу тоқтатпаса, буллинг өздігінен жоқ болып кетпейді. Бұл топтың, жәбірлеушілердің, олардың қаталдықтарына тамсанатындар мен үнсіз куәгер болып жетіндердің үлкен мәселесі. Сондықтан мұны бірлесіп отырып шешу қажет. Дөрекі әзілдерді, өсектерді,
қорқытуды ұнатпайтын кез келген адам болуы мүмкін. Оған қатыспаңыз. Қолдамай, олардың мінез-құлқын мақұлдамай, біреуді ренжітуіне жол бермеңіз. Жиналған көпшілік тарап кетсе, жәбірлеуші өзінің кімнің алдында ерекшеленетінін білмей, іс-әрекетін тоқтатады. Буллингпен мазақ етудің дұрыс еместігін, дөрекіліксіз, батыл әрі нық айту керек. Мұны бір емес, бірнеше адам айтса жақсы. Жәбірленуші мен жәбірлеушіні жалғыз қалдырмаңыз. Қасында болып, оның достарына, басқа жігіттерге, не болмаса ересектерге қоңырау шалыңыз. Жәбірленушіге барып, оларды тыңдама, бұл олардың ақмақтықтарынан. Мен сенімен біргемін, біз бір нәрсе ойластырамыз, сен кінәлі емессің, мен сенімен біргемін деп қолдау көрсетуге тырысайық. Мұғалімге, мектептегі басқа ересектерге, ата-аналарға жағдайды хабардар етіңіз. Бұл айыптау немесе ұят нәрсе емес, керісінше, үлкен, батыл әрекет. Кейде бұл зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамға көмектесудің жалғыз жолы. Келесі қадамдарыңызды таңдағанда, сіздің өз қауіпсіздігіңізді есте ұстаған жөн. Біз іс жүзінде барлық оқушылардың немен бетпе-бет келетіні, буллинг пен зорлық-зомбылық оның неліктен жаман екендігі және оған қалай қарсы тұруға болатыны туралы ұзақ, бірақ маңызды әңгімені қозғадық. Бүгін біз айтқан нәрселер, егер сіз немесе сіз білетін сыныптастарыңыз буллинг не болмаса зорлық-зомбылыққа тап болса, абдырап қалмай, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі деп үміттенеміз. Есіңізде болсын, ең бастысы бей-жай қалмау.